Және бір мәселе бауырлар, мынау ата-аналарымызға қарау мәселесі. Ата-аналарымызға қарау, осы жерде екіге бөлінеді екенбіз. Ата-аналарымызды аялап, құрметтеп жатқан әлсіз мұсылмандар бар екен, және күшті мұсылмандар бар екен. Бауырлар, ата-анамыз не? Бұл Алланың алдындағы біздің жәннатымыз олар. Сен оларға сараңдық қылма, оларға әлсіздік танытпа. Неге? Себебі олар бізге әлсіздік танытқан жоқ. Қазақта мынандай сөз бар. Бір ата-ана 10 баласына қарай алды. 10 бала бір ата-анасын қарай алмай жатыр. Өйткені бір қария айтады, негізінде көп адамдар қария кісіден қашады дейді. Керексіз болып қалады екен дейді. Қария кезінде. Қарттардың осындай көңіліне осындай сөз алып ауыздарынан шығатындарға жұмыс істемеңдер бауырлар. Осындай алып барсаң, сен әлсіз қауымға кіріп кетесің онда. Сен күшті жағында тұрмайсың ба? Неге? Себебі ата-ана біз үшін олар күн демей, түн деместен соның істеген еңбегіне Алла куәлік береді, ақыретте бүткіл жаратылыс куәлікке өтеді. Шынымен олар біз үшін көптеген нәрсені жасауға әрекет етті. Бауырлар, ата-анамызды тірі кезінде аялайық. Ата-анаң өмірден өтіп кеткен кісілерді аялауға хақың мүмкіндіктер бар. Бір кісі өлім сәтінде жатып, баласы өсиет қылып жатыр. Балам айналайын. Мен сенің кішкентай шағыңнан бастап, ешкімнен кем болып қалмасын деп аш болған емессің. Киімің жыртық болған емес. Сен бір салқын үйде жаурап қалған емессің. Өзің кимесен де, ішпесен де, сен кидің, іштің, әйтеуір сен деп өмірімде осында Алланың берген аманат деп мен сен қарадым деді. Мен сені ешқашан жаманшылыққа бір жерге қиған емеспін. Бірақ өлім білмеймін. Мүмкін жақын арада мен осы өмірден кететін секілдім деп, жаңағы кісі өлім сәтінде баласы өсиет айтып жатыр. Сен дейді, мені қабір деген әлемге қия саласың ба дейді. Қабір суық ол жақ дейді. Ол жақта қараңғы ол жер. Сондай қараңғы, суық жерге мен сыртымда тебін деген нәрсе. Киімде ол жылы емес ол жерде. Соның қиясын ба дейді мен дейді. Ал мен сені ондайға қиған емеспін. Өмір бойы сені тек қана жақсы нәрсеге мен баудым. Солай баласы айтқан екен. Анашым, біздің ислам діні осылайға бұйырған болса мен не істей аламын? Ислам дінінде адам егер қайтыс болатын болса, кебіннен басқаны кигізуге болмайды деп айтты емес па? Анасы айтқан екен, балам дұрыс дін айтқан істеу керек. Мен оны айтып жатқаным да осыған. Мен айтып жатқаным, сен де маған көмектесе алатын жақтарын айтып жатырмын дейді. Сөзі баласы айтқан екен, анашым айтыңыз. Егер сізге көмектесе алатындай жолдары болса, маған айтыңыз. Мен осы жердің келесі жағында нәрсе, сол нәрсе болса, мен сіз үшін алып келуге дайынмын. Айтыңыз, не нәрсе десе, Құранда Мүлк сүресі бар дейді. Қандай сүре бар? Мүлк сүресі бар. Балам айналайын. Ол 30 аяттан тұратын сүре ол. Пайғамбар салсам айтты. Кім-кім Мүлк сүресін жаттайтын болса, сөйтіп соны бағыштап дұға қылып жүретін болса, ол адам қабір азабын көрмейді екен дейді. Менің де жатқан жерім жайлы болады екен. Менің жатқан жерім жылы болады екен. Дәл сен кішкентай кезінде қандай жақсы жерде болған болсаң, мен де сондай жаққа болады екен. Сол кезде баласы анасына уәде береді екен. Анашым, мен Мүлк сүресін жаттаймын енді. Бауырлар, міне ата-ананы қастерлеу, бір кезде де құрметін орнына қойып құрметтеуіміз керек, шамамыз келгенше. Ал өмірде өтіп кеткен болса, ұмытпаңыз. Сол Мүлк сүресін әрдайым, әрбір сәтте оқып, марқұмдарға бағыштап жүру керек. Марқұмдарға. Шын керек, кейін кезеңде бізде алтын ақырында алыстап бара жатқан секілдіміз. Мысалға, кейін кездерде өткенде бір кісілер әкесінің асын берді, сөйтіп айтады, болды мен құтылдым дейді. Кейін мен одан сұрап, неден құтылдым дейді? Міндетінен құтылдым дейді. Бауырым, сен құтылған жоқсың. Әкенің бір жылда бір мәрте еске алып қойған асыңмен құтылған жоқсың. Бәлкім, әкеңде әрбір тамақ ішкен кезде, әрбір сәтте бізді кішкене кезімізде осылай тәрбиеледі. Дастархан басында отырып, тамақ жеп кете салмайтынбыз. Яғни соңынан дұғасын жасап, батасын жасап, марқұмдарға, өлілерге, тірілерге өмір сыйлап, дұға жасап, осындай көріп. Дәл осы нәрсені жалғастыру керек бауырлар. Дұғамен ел көру керек дейді. Балаларға сол Мүлк сүресін жаттатып, оны оларға да несіне керек екен, жеткізу керек екен. Сол кезде не болады? Ата-анаңды қадірі орнына қойған боласын,
және сен күшті, сен хайыр мұсылмансың. Кімге қарағанда? Мүлік сүресін оқи алмайтын адамға қарағанда. Ата-анасын қатты көңіл бөле алмай жүрген қарағанда сен хайырлы бол. Қазақта бізде мынандай мәселе бар. Бір үйде кенже баласы кайни болады. Кіші баласы ше. Үлкен ағалары келіп кішкентай інісін сөгіп жатады. Әкеге қарамайсың ба, батя не болып кеткен киімдер дейді. Сен алып қарамайсың. Сен оның баласы емессің ба? Сол кенжесі баласын ғана өмірге келдірді ме, олар не? Сен аспаннан түстің ба? Сенді міндетің сол әке-шешеңді киіндіріп қою. Енді ол кенженің қолына келгенше істеп жатыр екен ғой енді. Бауырлар, біздің шариғатымызда үйдің кіші баласы ата-анасына қарасын деген қағида жоқ. Ондай қағида жоқ. Енді ата-анасы кіші баласын кенже балам деп жақсы көргеннен кейін ата-анасының көңілінен келетін сөз айтуға болмайды ғой. Ата-ана өзі қарайды, балалардың ішінде қайсысы ыңғайлы болса соған тоқтайды олар. Кенже баласына тоқтауы мүмкін, үлкен баласына тоқтауы мүмкін, ортасына тоқтауы мүмкін. Бірақ қалған балалар болды, бітті, соның мойында деген әңгіме жоқ. Жоқ, бәрі шасы жабылып, ата-анасының қызметін орнап